Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің YouTube арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай күшті ойындар жасалынып, осы арнада салынатын болады. Енді бұл ойын түрі сіздер көпшілігіңіз білетін ойын түрі деп ойлаймын. 21 ғасыр көшбасшысы деп аталатын ойын. Бұл YouTube-та бар, одан кейін телеарнада көрсетілетін ойын түрі. Жалпы бұл жерде өзі негізі 5 кезеңнен тұратын ойын. Мен 4 кезеңнен етіп жасадым. Өйткені 5-ші кезең жаңа жұлдыздардың несі сол жоқ бұл жерде. Өйткені не үшін жоқ? Өйткені ана жерде видеолар басқа ескі версияларда ашылмай қалуы мүмкін. Сол себепті осындай әдемі етіп 4 кезеңнен тұратын етіп жасадым. Енді мен көп созбайын, сразу ашып көрсетейін. Пока слайдов сначала деп ашамыз. Видео 21 ғасыр көшбасшысы. Мына жерде тұр, міне 21 ғасыр көшбасшысы деп асты жағында тұр. Осыған бір рет басамын бастау үшін. Мына жерде оқушылардың аттарын жазып қоямыз. 6 оқушы қатысады. Сосын мына жерден балын беріп отырамыз. Әрбір кезеңді нағылған басып ашамыз. Бірінші кезең. Жалпы ойында бірінші кезең бізде пирамида деп аталады. 5-ке дейін сұрақтар қиындап барады. Мына жерден былай басатын болсақ сұрағы шығады. Мына жерде сұрағын жазып қоясыздар. Жауабы керек болса, мен бір рет басып жауабы шығады. Жоғалту үшін осылай басамыз. Енді кез келген ұяшықты таңдаған кезде жасыл түсті болып өзгереді. Одан кейін мынаған бір рет басамыз. Жауабы келеді, ит жоғалып отырады. Енді ойланатын уақыт бізде мына жерде қысқа уақыт, 10 секундтық уақыт. Өйткені сол ойынның өзінде осындай қысқа уақыт берілген. Енді дұрыс жауап беретін болса мынаған басамыз. Тура өзінің даусындай. Қате жауап. Сосын келесіне өткіземіз. Тағы да пирамида. Енді осы жерде оқушылар жауап беріп пирамида ойнап болғаннан кейін кім қанша балл алды, мысалы осы жерден балдарын қойып шығамыз. Екінші кезең блиц сұрақтар деп аталады. Әрбір оқушыға 5 сұрақтан беріледі. Сұрағын ашамыз. Үшінші сұрақты ашамыз. Жауап. Барлығы істейді. Мына жерде уақытта істейді. Дұрыс болса мынаны басып отырамыз, қате болса мынаны басып отырамыз. Әрбір сұрақтан кейін. Одан кейін келесі деп мына жерден өткізетін болсақ, осындай нелер шығады. Мынаған басамыз, міне 21 ғасыр несі. Сосын қанша оқушы қанша балл алды, соның балдарын осы жерде былай қойып отырамыз. Мынау өзгеріп кетпейді. Әр кезеңді ашқан кезде сақталып тұрады өзі. Одан кейін мына жерде Walking бұл не деген кезең. Бұл жерде сурет, мына қандай сурет, мысалы оқушы өз вариантын айтады. Одан кейін оқушы дұрыс жауап берген болса, мынаған бір рет басам, сол дұрыс екенін білдіреді. Келесі, бұл жерде мынау қате жауап берсе, дұрыс жауап бергенде мынау шығады. Міне көрсете салайын, мынау осылы шығады. Ал мынада анау шығады. Енді мынау бізде қате жауап қояды. Мысалы мына жерде уақыты бар. Енді 2 жауапқа дұрыс жауап берді деп, мысалы 2 балл берсек болады. Соңғы кезеңді көрсетейін. Бұл жерде 4-ші кезең кім мықты деп аталады. Енді мына жердегі ортасын басатын болса, ұяшықтар ашылады. Қазір көрсетейін. Мысалы 2-ші ұяшықты ашып көрсетеміз. Бұл жерде 2 сұрақ қойылған. Өйткені 1-ші сұраққа қате жауап берсе, 2-ші сұрақты қолдану үшін дұрыс болса, мысалы 2 оқушы біреуі мынаны таңдайды, екіншісі домалақ таңдайды. Домалақты қою үшін мына шетін басамыз, мына жерде. Одан кейін мына жерде X-ті қосу үшін мынаған басамыз. Ал жаңағы сұрақты ашу үшін ортаға. Міне қазір көрсетемін. Осындай басылады. Яғни мынаған бассақ X қойылады. Мынаған бассақ қойылады. Міне мынаған бассақ қойылады. Яғни үшеуі осындай қойылса, ұтты деген сөз уже. Ал егер домалақтан қою керек болса, мынандай мысалы, сұрақ ашылып кетеді, ортасына бассақ, жаңа айттым ғой, ортасына бассақ домалақ, шетіне бассақ, ортасына бассақ сұрақ ашылады, одан кейін шетіне басатын болсақ, осындай не ашылады. Енді мынадан нені қойып, мынаны жоғалту керек болса, былай. Яғни сұраққа қате жауап беретін болса, немесе қосымша сұраққа жауап беретін болса деген сияқты осындай несі бар. Өзі жоғалтып та жіберуге болады. Қойып жоғалтып жіберуге болады. Сосын мынаны қойып жіберсек, міне домалақ ұтты деген сөз. Енді бұл жерде ешқандай қиын не жоқ. Тек қана өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып,
қолдана бересіздер. Жалпы шаблон осы. Бұл жерде ешқандай қиын дүние жоқ. Қанша оқушы қатысады, соған байланысты логикалық сұрақтар болсын, пәннің сұрақтарын болсын қойып, мына жерге топ жазып қоюға да болады. 4 топ деп мысалы сөйтіп ойнатсаңыз, енді ұйымдастыру өздеріңізге байланысты болады. Бірақ сол ойындағы жаңағы пирамида, блиц сұрақтары және осындай түрдегі бұл не кім деген сияқты осындай ойындармен құрастырылған бір интеллектуалды ойын. Жалпы бұл шаблон мектепте, универде, жаңа мұғалімдерге қолдануға арналған ойын түрі. Осы ойын ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, және де керек болатын болса, комментарий арқылы өтсеңіздер, маған жазсаңыздар, сол жерде мен сіздерге толығырақ айтатын боламын. Жалпы назарларыңызға рахмет.